Баршаңызға сәлем. Мен бүгін құмырсқаның пайдасы жөнінде пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Құмырсқа ұйымдасып жабыла жұмыс істейтін жәндік. Құмырсқалар ұйымшыл келеді. Орманда жүріп адасып кетсеңіз, құмырсқаның илеуіне қарап, бағыт-бағдарды анықтап алуға болады екен. Өйткені құмырсқалар өз илеуін тек солтүстікке қаратып салады. Олар өлген шыбын-шіркейді, басқа да зиянды заттарды жеп, қоршаған ортаны тазартып, табиғатқа көп пайда келтіреді. Сондықтан олардың үйлеуін баспаған дұрыс. Қайта оларды қорғау керек. Ғалымдар құмырсқалардың тек сөйлесіп қана қоймай, олардың тіпті санай алатын қабілеттері бар екенін де анықтаған. Нөсер жауыннан соң ас ауқаттары дымқыл тартып қалса, дереу оларды далаға шығарып, кептіріп, құрғатып, ішке қайта тасиды екен. Құмырсқа олар өздерінен 100 есе ауыр затты көтере алады. Құмырсқалар әлемдегі ең көп таралған жәндіктер. Олардың көптігі соншалық, бір адам басына миллион құмырсқа келеді. Сондай-ақ олар жер бетіндегі ең көне жәндіктердің қатарына кіреді. Ғалымдардың айтуынша, алғашқы құмырсқалар 100 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Жер шарында құмырсқаның 8800 түрі бар. Құмырсқаның ең жақын туысы ара. Ең кішкентай құмырсқалардың ұзындығы 0,7 см, ал үлкені 5 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Құмырсқалар қышқылы медицинада қолданылады. Одан жасалған дәрілермен сүйек, тамыр және буын аурулары емделеді. Құмырсқалар өте ақылды жәндіктер. Олардың миы 250 мың жасушадан тұрады. Бұл жәндіктер күніне 5 сағат қана ұйықтайды. Парапонера клавета деп аталатын құмырсқаның тістегені жанға қатты батады. Ауырсынуы бір күн бойы жалғасуы мүмкін. Ұйымда әрбір құмырсқаның өз міндеті және мамандығы бар. Мысалы, жауынгерлер, құрылысшылар, күзетшілер, тасымалдаушылар және тағы басқа сол секілді. Құмырсқалардың орташа өмір сүру ұзақтығы 30-90 күн, бірақ олардың кейбір түрлері 30 жылға дейін өмір сүреді екен. Соғыс құмырсқалары деп аталатын бұл жәндіктердің түрлері жолында кездескен барлық тірі жандарды өлтіріп тастайды. Олардың тіпті арыстанның өзі қашып кетеді екен. Егер құмырсқа жұмыс істемесе, ол илеуден қуылады. Мексиканың танымал тағамы эскамола ол құмырсқадан жасалады және оның 1 килограммы шамамен $90 тұрады екен. Бірнеше тәулік бойы судың астында болғанымен өміріне қауіп төнбейді. Құмырсқаларды зерттейтін ғылым мирмекология деп аталады. Олардың жұмыртқаларының дәмі балық уылдырығына ұқсас. Оны көбінесе Азия елдерінде қуырылған немесе тұздалған түрінде тамаққа қосады.